видеода біз интеграл тақырыбы бойынша есептер шығарамыз. Бұл есептер ұлттық тестілеу орталығының алынған сынақ тестілеудегі келген тапсырмалар. Бірінші, мынадай интеграл табу керек. Бұл интегралдың астындағы өрнек бізде бөлшек рационал. Онда бұл жерде біз бірінші дәрежелеріне қарау керекпіз. Дәрежелер алым мен бөлімде бірдей. Онда біз бұрыс бөлшек болып тұр. Онда алымын бөліміне бөле аламыз. Алым бөліміне бөлген кезде, яғни бүтін бөлігін ажыратып алу керекпіз. Онда 1 қосу 4 бөлінген x квадрат азайту 1 dx. Себебі мына жерден ортақ бөлімге келтіріп жіберсең, алымдағы өрнек шығады. Бұны біз басқаша қалай шығаруға болады? Бұлай бүтін бөлігін ажыратуды бұрыштап бөлуге болады. X квадрат плюс 3-ті бөлеміз x квадрат азайту 1-ге. Сонда бірден береміз. Қалады x квадрат минус 1 минус сонда 4 қалдық. Сонда бізде бүтін бөлігі 1-ге тең плюс қалдықты алымына жазып алдық. Енді осы жерден қосылыштардың әрқайсысынан интеграл аламыз. Плюс 4 бөлінген x квадрат минус 1 dx. Біз білеміз, бірдің интегралы x-ға тең болады. Енді мына өрнектің интегралын табу үшін интегралдық кесте бойынша мынадай интегралдың мәні бар. Яғни dx бөлінген x квадрат минус a квадраттың интегралы 1 бөлінген 2a ln x минус a бөлінген x плюс a еді. Осы формуланы қолданамыз. Бізде a-ның орнында 1 тұр. 1-дің квадраты 1-ге тең ғой. Онда плюс мына алымдағы 4-ті интегралдың алдына шығарып көбейтіп жібереміз. Сонда қалады 1 бөлу 2a, 1 бөлу 2a-ның мәні 1-ге тең бізде ln x минус 1 бөлінген x плюс 1 плюс c. Енді осы жерден 4 пен 2-ні қысқартып жүрсек 2 қалады. Сонда x қосу 2 ln модуль ішінде x минус 1 бөлу x плюс 1 плюс c. Жауабы с жауабы. Келесі есеп. Енді бұл жерде бөлімдегі өрнектің x-ің дәрежесі 1-ге тең екенін көріп отырмыз. Онда дифференциалдың астындағы мына x-ің де дәрежесі 1-ге тең. Онда біз қазір мынандай ережені қолданамыз. Ду бөлінген u, ду бөлу u тең ду бөлу u тең натурал логарифм модуль u. Енді бұл жерде мына u дегеніміз дифференциалдың астындағы өрнекпен бөлшектің бөлімдегі өрнектер бірдей болу керек. Сондықтан мына бізде дифференциал астында x қана тұр, оны біз мына түрде жазуға болады. Дифференциал астында x қосу a бөлінген x қосу a деп жазыламыз. Себебі мына бөлшектің алымындағы мына дифференциал дегеніміз туындалу ғой. X қосу a-дан туындалсақ, ол 1 қалады. 1 плюс a-ның туындысы ол константа, тұрақтың туындысы 0-ге тең. Онда бізде 1 көбейтілген dx қалатын еді. Онда мына бастапқы мына өрнегімізден ештеңе өзгерген жоқ. Енді мына шартта мына жерге келді ду бөлінген u деген. Онда ln модуль x қосу a плюс c болып қалады. Жауапсы. Келесі, мына өрнектің интегралын мәнін есептеңіз дейді. Дәл жаңағы ережені қолданамыз, яғни ду бөлу u деген. Онда мына x-ті біз дифференциал астына енгізу керекпіз. Және де ол енгізген өрнегіміз мынау 1 минус x квадратпен бірдей болу керек. Сонда d 1 минус x квадрат бөлімінде түбірасында 1 минус x квадрат. Енді дифференциал астына енгізгеннен кейін бұдан туындалып тексереміз. Мына дифференциал астындағы өрнек 1 минус x квадраттың туындысы ол минус 2x. Ал біздің өрнегімізде бастапқы берілгенде ол 2x болып қалу керек. Сондықтан алдына 2-ден 1-ді көбейтіп жүреміз. Сонда бастапқы өрнегімізді қайттан өзіне келіп тұр. Енді 1 бөлу 2 мына жерде қалады 1 минус x квадраттың минус 2-ден 1 дәрежесі көбейтілген 1 минус x квадрат. Бұл жерден көріп тұрмыз. Дифференциал астындағы өрнекпен мына өрнек бірдей отыр. Онда бізде мынадай сияқты өрнек. u-дің минус 2-ден 1 дәрежесі ду десе, онда біз дәрежелік бойынша, дәреженің қасиеті бойынша интеграл алу үшін 1-ді қосамыз дәрежесіне, және де минус 2-ден 1 плюс 1 деп жасап едік. Сол ережені қолданамыз, минус 2-ден 1 алдына қалады. Онда бізде u-ның орнында функциямыз мына түрде бөлінген, берілген.
минус 2-ден 1 плюс 1 бөлінген минус 2-ден 1 плюс 1 деп жазамыз. Плюс константа. Осы жерде минус 2-ден 1 көбейту 1 минус x квадраттың 2-ден 1 дәрежесі бөлінген 2-ден 1 плюс c. Енді осы жерден мына 2-ден 1-іміз бөлініп алынып барады. Онда мына 2-мен кетеді. Екеуі немесе былай бірден қысқартсақ, сонда минус турасында 1 минус x квадрат плюс c қалады. Жауабы мына жауабы минус қалып кеткен А жауабы. Келесі есеп, мына жерде де солай дифференциаласына енгізу керекпіз. Бастапқыда бірінші мына жерде 1 минус x 3x-тің 3-тен 1 дәрежесі деп жазып алайық. Сосын дифференциаласына тура осы 1 минус 3x жазамыз. Енді бұны туындысын алатын болсақ, 1 минус 3x-ің туысы ол минус 3. Біздің бастапқыда минус 3 деген сан жоқ. Онда минус 3-тен құтылу үшін минус 3-тен 1-ге көбейтіп жүреміз алдынан. Тең болады. Мына жағдайда көріп тұрмыз. ду мына бізде у-дің 3-тен 1 дәрежесі. Тағы да дәреженің интеграл алу бойынша 1 минус 3x-тің 3-тен 1 плюс 1 дәрежесі бөлу 1 бөлу 3 плюс 1 болады. Тең минус 1 бөлу 3 көбейту 1 минус 3x-тің 3-тен 4 дәрежесі бөлінген 4 бөлу 3 плюс 1. Енді осы жерде мына 4 бөлу 3-іміз ол алынып барда 4-тен 1 қысқарып қалады, алында коэффициент. Сосын 1 минус 3x-тің 3-тен 4 дәрежесі плюс c болады. Онда жауабымыз жауап дұрыс емес, дәрежесі 4 қана отыр. Онда мынау c жауабы болады. Келесі мына интегралдың мәнін есептеу керек. Біз интегралды кесте бойынша білеміз, тангенс квадраттың интегралы жоқ. Сондықтан біз бұны әрі қарай түрлендіруге қажетпіз. Ол үшін 1 плюс тангенс квадрат альфа деген формуланы қолданамыз. 1 плюс тангенс квадрат x тең 1 бөлу косинус квадрат x деген формула бар. Осы формула бойынша тангенс квадрат x тең болады 1 бөлу косинус квадрат x азайту 1. Енді осыны қолданып дифференциаласындағы өрнекті түрлендіріп аламыз. 1 бөлу косинус квадрат 5x болады. Өйткені біздің аргументіміз 5x қой. 5x азайту 1 dx. Енді мына айырманың әрқайсынан қосылышын әрқайсынан интеграл аламыз. Косинус квадрат 5x dx минус 1 dx. Енді мына біріншісінде біз білеміз, 1 бөлінген косинус квадрат x-ның интегралы бізде тангенс x. Бірақ біз мына жерде дифференциал аргументі 5x болғандықтан, мына жерде дифференциаласында да 5x болу керек. 1 бөлу косинус квадрат 5x, өйткені мына жерде косинус x болған кезде dx болып тұр, дифференциаласындағы өрнекпен аргументі бірдей болу керек. Сондықтан біз d 5x деп жазамыз. Ал оның туындысы бізде d 5x. Яғни дифференциал 5x қой, ол дегеніміз 5 болып шығатын еді. Ал бізде бастапқы өрнекте ешқандай 5 деген жоқ. Сондықтан 5-тен құтылу керек, 5-тен 1-ге көбейтіп жүреміз. Минус x. Себебі бірдің интегралдары ол x-ға тең. Осы жерден 1 бөлу 5 тангенс 5x минус x плюс c. Мына жерде c жауабы дұрыс емес, v жауабы болады. Келесі есеп, мына интегралдың мәнін есептеңіз дейді. Бұл жерде де бөлшек рационал. Онда бірінші дәрежеден анықтап алу керекпіз. Сонда бөлімнің жақшасын ашайық. X куб плюс x плюс 1 бөлімнің жақшасын ашып жүрсек, x куб плюс x dx болады екен. Онда бізде көріп тұрмыз, бұл алым мен бөлімнің дәрежесі бірдей, бұрыс бөлшек. Онда біз одан бүтін бөлігін ажыратып аламыз. 1 плюс x куб плюс x 1 dx болады. Енді бұл жерден тексеріп алсаңыздар болады, ортақ бөлімге келтірсек, мына алым шығады. Немесе жаңағыдай бұрыштап бөлуді орындасаңыздар, осы шығады x плюс 1 бөлінген x куб плюс x. Бірден береміз, өйткенде x куб x плюс x 1 қалдық қалады, мына жерлер 0 болып кетті ғой. Онда қалдық бірді алымына жаздық, бүтін бөлігін бір алымда тұр. Енді ол әрқайсынан жеке-жеке интеграл аламыз. Ал мына жердегі бөлімі ортақ көбейткіш шығарып, көбейткішке жіктеп қояйық. Енді бірдің интегралы x болады, плюс алдында интегралды табу үшін бөлік есептейміз. Енді бөлімін көріп тұрмыз, бұл әрі қарай көбейткішке жіктелмейді, өйткені x квадрат плюс 1 осы ретте қалады, әрі қарай көбейткішке жіктелмейді. Енді осыны интегралын табу үшін біз анықталмаған коэффициенттер деген әдісті қолданамыз. Ол үшін мына бөлшегімізді екі бөлшектің айырмасы не қосындысы түрінде жазып алу керекпіз. Ол бөлшектердің бөлімі мынадай түрде болады. Бөлімі мына x және x квадрат плюс 1 болады. Ал алма x болады, алма a болды, мынанікі
x плюс c бөлінген x квадрат плюс 1. Бұл жерде бұны қайдан білдік? Себебі мына бөлімдерін қарасаңыздар, ортақ бөлімге келтірсеңіздер, мына екі өрнектің көбейтісін береді. Енді алдындағы мына өрнектерді қайдан таптық? Біз мына анықталмаған коэффициенттер арқылы жүктеген кезде дұрыс бөлшектер болу керек. Яғни алымы бөлімнен кіші болу керек. Сондықтан мына жерде бөлімде x-дің дәрежесі 1 ма? Онда мына жерде дәрежесі x-дің 0 дәрежесі тұр. Дәрежесі 1-ге кем. Мына жерде де солай. Яғни дәрежесі 1-ге кем көп мүшелерге аламыз алымды. Неге мына жерде x квадрат плюс 1 ма? Одан дәрежесі 1-ге кем болса, онда бізде мынандай сызықтық көп мүше болады. Бірінші дәрежелі. Енді осы өрнегіміз бізге мына өрнекті беру керек. X көбейтілген x квадрат плюс 1. Енді ортақ бөлімге келтіріп алып, оны түрлендіреміз. Онда мына жаққа x квадрат плюс 1-ден береміз. Мына жаққа x-тен береміз. Сонда ax квадрат плюс a плюс bx квадрат плюс cx бөлінген x квадрат плюс 1 тең 1 бөлінген x көбейтілген x квадрат плюс 1. Сонда біз мына көп мүшені түрлендіріп, мына түрге айналдыратындай болу керекпіз. Енді мына тек қана алымдарын қарастырып, алымын қарайтын болсақ, өйткені бөлшектің бөлімдері бірдей ғой, теңесу үшін алымдар теңесе жетеді. Онда алымдарын қарасаң, a қосу b көбейту x квадрат плюс cx плюс a тең болу керек 1-ге. Енді осы жерде дәрежелер бойынша жіктейміз. X квадрат деген бір мүшеміз бар. Ол бізде оның коэффициенттері бойынша қарастырсақ, a қосу b. Ал мына теңдіктің екінші жағында бізде x квадрат деген мүше жоқ. Яғни оның коэффициенті 0 болды деген сөз. Келесі x-ның алдында бізде коэффициент c. Ал теңдіктің екінші жағында x-ге қатысты мүше жоқ. Оның алдындағы коэффициент яғни 0 деген сөз. Енді келесі x-ның 0 дәрежесі ол мынау. a. Ал бізде мына жақта x0 дәрежесі дегеніміз 1 ғой. Сонда оның алдында коэффициент 1-ге тең. Бұдан шығады бізде a тең 1 шықты, b тең минус 1 шықты, c тең 0. Енді бұны апарамыз да, мына өрнекке қойып, көбейтішке екі қосылышқа жіктеп аламыз. Сонда a дегеніміз 1 бөлу x болады. Мына жерге қоятын болсақ 1 бөлу x плюс b-ның мәні минус қой. Минус x бөлу x квадрат плюс 1 тең 1 бөлінген, бұл мынаған өрнекке тең. Тексерсе де болады, яғни мынаны әрі қарай түрлендіріп жіберейік. Мына минусты алдына жібере салайық. X бөлінген x квадрат плюс 1. Енді бұл өрнекті апарып мына интеграл астына қоямыз, сосын интегралды анықтаймыз. Жеке-жеке бірден анықтай берейік. 1 бөлінген x болып кесе бойынша ln модуль x шығады. Минус мына жерде бағанағы әдістер сияқты алдымен есептеп шықтық қой. Сол сияқты x дифференциаласын енгіземіз және дәл мына түрі енгіземіз. x квадрат плюс 1 бөлінген x квадрат. Бірақ бұл жерде мына туындалатын болсақ 2x плюс 0. Ал бізде мына жерде 2x емес, яғни 2, сондықтан алдына 2-ден 1-ге көбейте саламыз. Сонда қалады ln модуль x минус 1 бөлу 2 ln модуль x квадрат плюс 1. Мына жерде тағы да айта кетейік, u бөлінген u деген болып тұр. Өйткені дифференциал астындағы функциямыз u деп белгілесек, мына u болады енді. Онда du бөлу u ол бізде ln модуль u еді. Енді осы жерден әрі қарай жалғастырамыз. Мына 2-ден 1 дегеніміз дәрежесіне барады. Онда ол болады бізде ln модуль x минус ln түбір астында x квадрат плюс 1. Сыртына модуль қойып жіберейік. Енді логарифмнің қасиеті бойынша ортасында минус болса, бұл бөлінетін еді. Бөлу болады. Яғни ln модуль x бөлінген түбір астында x квадрат плюс 1. Енді бұны апарып мына жердегі мәнін қоямыз. Мына интегралды есептедік қой біз мына жерде. Онда оның мәні болды ln модуль x бөлінген түбір астында x квадрат плюс 1. Қосылған с. Жауабы мынау с жауабы дұрыс емес, өйткені мына жерде x-дің дәрежесі квадрат. Онда бұның жауабы e болады. Енді мына есе екі еселі интеграл. Бұл есепті біз келесі видеода талдаймыз.